Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі маска қартаю белгілерін төмендетеді. Антиоксидант ретінде терінің ерте қартаюын тежейді және де әжімдердің пайда болуын азайтады. Кәне қарайық, қандай маска жасаймыз. Біріншіден бізге керек бұл алоэ. Жалпылай алоэ туралы айтатын болсақ, алоэ вера бұл тері күтімі үшін кеңінен қолданылатын табиғи өнім. Ол құрамындағы дәрумендер мен антиоксиданттар арқылы бет терісіне көптеген пайда әкеледі. Әжімдерді азайтады. Антиоксиданттар мен дәрумендердің арқасында алоэ вера терінің серпімділігін сақтауға көмектеседі. Әжімдердің алдын алады. Және де теріні ылғандандырады. Бұл өте маңыздысы. Әжімдерді кетіру үшін біз үнемі терімізді ылғандандыру керекпіз. Алоэ вера теріні терең ылғандандырады, құрғаудан қорғайды. Бұл әсіресе құрғақ және сезімтал теріге өте пайдалы. Міне, 2 алоэның жапырағын өстіп алып аламыз. Менде өсіп тұр алоэ, 2-ін өстіп алдым. Және де ішіндегі шырынын, содан кейін мякіт дейміз ғой, ішіндегі мякіттің бәрін осындай ыңғайлы қалақшамен кәсеге салып аламын. 2 міне жеткілікті. Барлықтардың үйінде алоэ бар деп ойламаймын негізі, бірақ егер де сіз қолайлы бір үнемі маска жасаймын деп отырсаңыздар, онда бір алоэны сатып алып үйіңізді өсіргенге сіздерге кеңес беремін. Міне осынша шықты 2 алоэдан. Екіншісі, бұл екінші ингредиентіміз, бұл дәрумені. Кез келген дәріханадан сатып алуға болады. Содан кейін осындай капсулалар жарамызды қосамыз. Мен 3 капсуланы қосамын. Жалпы енді дәрумені туралы айтатын болсам, бұл дәрумені теріге пайдалы және оның сау көрінуіне көмектеседі. Антиоксидант бұл және де қартаюды тежей алады. Сонымен қараңыз, осындай кереметтей маска шықты бізге. Маскамыз дайын, енді қалай қолданамыз? Кез келген уақытта қолдануға болады. Таңертең, күндіз, кешке, 1 апта бойы күнді қолдануыңызға болады. Содан кейін эффектісін міндетті түрде жазыңыздар. 15-20 минут бетке жағасыз, содан кейін жылы сумен жуасыз.